Ақша керек кезде неге қарыз алып қоя береміз? Егер сізге шұғыл түрде ақша қажет болып, қайдан, қалай табатыныңызды білмей, уайым болып, стресс болып, тыпыршылап жататын болсаңыз, үнемі осындай бір тревога состояние, осы проблема өміріңізде үнемі қайталана беретін болса, значит, бір сабақ алмай тұрмыз. Қандай сабақ алу керек? Жалпы ақша керек кезде қарыз алып қоймау үшін мен тәжірибемдегі мына 5 себеппен жұмыс жасайтын болсаңыз, қалтаңызда үнемі ақша болады. Ақша керек кезде, ақша жоқ болған жағдайда ақша табатын мышленияны қалыптастырамыз. Шұғыл ақша қажет жағдайда қандай амалдар мен техникаларды қолдануға болады? Бүгінгі видеода бөлсем, соңын айтын көріңіз. Сіздермен бірге мен Риферлан, жалпы адамның санасымен, ішкі халімен жұмыс жасай отырып, сыртқы өмірінде молшылықтың, байлықтың, табыстың келуіне көмектесем. Жалпы қарыздан шығуға, табысыңызды өсіруге өзімнің тәжірибемдегі білімдермен бөлісіп жүрген тәжірибелі коучмын. Менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде осы видеоға балансты ұстап, лайк басып кетіңіз. Достар, үнемі менде де өмірімде осындай ситуациялар болды, проблема. Яғни мен тапқан табысымның барлығын қарызға төлеп қоям, тағы да бір шығындар келген кезде ақша таппай қалам, тыпыршылай берем, қарызымды қарызбен жабу, ақша керек болған кезде жаңағыдай рассрочка алып қоясың. Инстаграмда уже қарызда жүрген адамдармен жұмыс жасау барысында разборлар жасайтын кезде баласының пособиясына түсіп жатырған ақшаны уже қарызға төлейді. И кәдімгі редқа продукт аламыз. Ақша керек болып қалған жағдайларда, шығындардың барлығында уже біз қарызға өмір сүріп кеткенбіз. Ол микроқаржы ұйымдары болсын, банктер болсын, қарыз бермейтіндей уровеньге келіп қаламыз, уже айналамыздың бәрінен қарыз алып тастағанбыз. И сондай тупикке дейін тірелетін ситуациялар болады. Немесе үнемі осындай ақша керек кезде біз қарыз алып қоя береміз. Неге? 5 себебін бөлсем, бірінші себебі бұл достар маңызды, негізі соңына да қоюға болатын еді, бірақ басып тұрып осыны айтқым келеді. Біз Алланың беретініне сенбейміз, ақшаға тәуелді болып кеткенбіз. Міндетті түрде бұл видеоға ручка дәптер алып келіп жазыңыздар. Егер үнемі сондай ақша керек болып, тревога, состояние, қақтан қалай табам деген состояние өміріңізде қайталана беріп шаршап кеткен болатын болсаңыз, осы 5 себепті түсінетін болсаңыз, бұл проблемадан шығасыз. Мен де солай шыққан болатынмын. Енді қараңыздар, біріншісі, біз Алланың беретініне сенбейміз. Өйткені сізге шұғыл түрде ақша қажет болып тұрған кезде біз не істейміз? Іштей Алланы ұмытып кетеміз. Ақшаны мен табуым керек, қақтан табам, қалай табам, кім береді, кімнен сұрасам болады деп тыпыршылаймыз да. Өйткені қарыз алып қоямыз, соңында кім қарыз бере алады, немесе қайдан қарыз алуға болады, қарызды қарызбен жабу деген ситуациялар не үшін қайталанады? Түпкі ниетімізде Аллахқа сенбей тұрық. Өйткені Аллахты танымай тұрық. Аллахым сені я разақ, я карим, сен жомарт екеніңе, ризықты беретініңе мен қазір сенбей тұрмын. Қазір мен қарыз ала тұрайын. Сен қазір маған осындай ситуацияда қазір маған ақшаның беретініне, таба алатыныма, сенің беретініңе мен сенбей тұрмын. Мен қарыз алуды шешемін деген түпкі ниет сондай. Былайша айтқан кезде оны байқамаймыз да, көп жағдайда. Ақша керек кезде бір тыпыршылап ақша іздей беретін болсақ, біздің артымызда көп жағдайда Құдай тұрмайды, ақша тұрады. Өйткені ақшаға тәуелді болып кеткенбіз, ақшаға маңыздылығы өсіп кеткен. Неге? Өйткені ақша бұл өмірде негізі құрал еді. Бүкіл психологтар, коучтар біз барлығымыз айтамыз, жаңағыдай ақшаның оның құрал екендігі туралы, бірақ біз миымызбен, санамызбен ол нәрсені толық түсініп тұрған жоқпыз. Ақша жоқ заманды елестетіп көріңіздер, достар. Мысалы, сізде 1 килограмм картошка бар, менде 1 килограмм сәбіз бар. Сізге сәбіз керек болып жатыр, маған картошка керек болып жатыр. Екеуміз алмаса саламыз. Ақша жоқ заман. Енді сізге бір күні жаңағыдай екінші мысалды келтіріп көрейін. Сізде 1 килограмм картошка бар, менде 1 килограмм пияз бар. Сізге сәбіз керек болып жатыр. И мен айтам, мен пиязымды ала салшы, менде сәбіз жоқ, картошкаңмен алмасайық десем, сіз айтасыз, жоқ, алмаспаймын. Маған сәбіз керек. А менде пияз бар. И мен не істеймін? Әйтеуір бір құны бар қағаз пайда болады. Осы құны бар қағазды мен сізге берем. Сіз маған 1 килограмм картошкаңызды бересіз, мен айтам, құны бар қағазға, валютаға барасында өзіңнің қажетті сәбізіңді сатып аласың. Ақша не болды бұл жерде? Міне алмасу құралы болды бұл әлемде. Бұл ақшаны кім жаратты? Аллах жаратты. Енді біз бұл ақшаға не істеп жатырмыз? Ақша маған тыныштық береді, еркіндік береді. Оны қалай көрініс табады? Мысалы, сізге квартира төлеу керек болып жатыр, кредитіңізді төлеу керек болып жатыр. Егер квартираңыз төлемесеңіз не болады? Далада қалам, хозяин ұрсады, уайым, тревога. Кредитіңіз төлемесеңіз не болады? Просрочка болады, жалпы еркіндігің жоғалады, состояниең құрайды деген секілді. Яғни сенің бақыт, қуаныш деген эмоцияларың азайып кетеді, уайым. Енді бізге ол проблеманы шешетін не деп тұрмыз? Құдай деп тұрған жоқпыз да, ақша деп тұрмыз. Яғни ақша маған бақыт береді. Құны бар әшейін алмасу құралы еді бұл әлемде. Ақша маған бақыт береді, қуаныш береді, еркіндік береді, тыныштық береді, кайф береді, комфорт береді деп ақшаның құндылығы өсіп кетті, маңыздылығы. Енді сіздің өміріңізде ақша азайған кезде ақша өзімен бірге сол сезімдерді алып кетіп қалады. Неге бұл ақша азайып кете береді біздің өмірімізде? Неге үнемі ақша керек кезде ақша таппай қала береміз? Бұл ситуация қайталана береді. Міне Аллах түсіндіріп жатыр. Саған еркіндікті, тыныштықты, бақытты бұл ақша бермейді, қауіпсіздікті. Мен беремін деген нәрсені түсіну керек. Мен 2 жыл неше түрлі обученияларды барып, үлкен мықты мамандардан терапия алып жүріп, осы нәрсені түсіндім.
И мен бұны мысалы прорыв деңгейде ашып түсіндіргенмін, біледі адамдар да, сабақты алған кісілер. Енді қараңыздар, бізде ақша өміріміз азайып кеткен кезде Құдай ол жерде не түсіндіргісі келіп жатыр? Бұл ақшаны, достар, Аллах жаратқан. Бұл ақшаның иесі кім? Құдай. Адам жаратты деген күннің өзінде бұл валютаға, бұл әлемге ондай жүйені жаратқан Аллахтың даналығы да, оның құдіреті. Біз сол құдіретті күшті танымай тұрық қой. Ақшаға тәуелді болып тұр да, ақшаны тыпыршылап жүрміз. Бізді құтқарады тек ақша сияқты болып тұр. И ақша керек кезде жаңағыдай Аллахтың беретініне біз сенбейміз. Өйткені оның я Разақ, я Карим деген есімдерін зікір етеміз, примерно танимыз да. Бірақ осындай ақша керек жағдайда біз иман келтіру керекпіз. Аллахтың үнемі бізге ризық беретіндігі туралы Құранда дәлелдер көп та. Біздің ризық жазылғаны туралы, оны көбейтуге болатындығы туралы баюға байланысты неше түрлі амалдар бар. Бірақ біз жасамаймыз. Өйткені жаңағыдай біз тек осында қиналған кезде ғана қимылдаймыз. Бұл бірінші себебі, достар. Аллахтың беретініне сенбей қалғанбыз, проблемаларымыз тек ақшамен шешіледі деп ойлап тұрмыз. Бұл кезде уже құлшылығымыз да уже ақша үшін болып кетеді. Алла үшін болмайды. Енді ойлаңыздар, ақша үшін құлшылық жасалынатын болатын болса, амалдарды жасайтын болса, Құдай ақшаны берген кезде біз Аллахта ол құлшылықты тастап қоямыз. Өйткені біз оны ақша үшін жасадық. Ал ақшаны берген кезде ол құлшылық қалып кетеді. Аллах үшін болмайды. И осы кезде біз өзімізді жайсыз сезінеміз, қайттан сұрауға уже ұялып бастаймыз. Негізінде ұялмау керек. Бұл Құранда да айтылған. Құлдар, біз жаратылыс, үнемі сондай мұқтаждығымызбен Аллахқа барып сұраймыз. Аллах тағала оны берген кезде біз оны ұмытатындығымыз жайлы неше түрлі бірнеше аяттарда айтылған. Қарап зерттеп көрсеңіздер болады. ChatGPT-дан сұрап көрдіңіздер. Осы ситуация туралы, осы запросты сіздерге сол аяттар береді. Екінші себебі, достар, бізде мақсат жоқ. Яғни мақсаты жоқ адам тек ақша керек кезде ғана қимылдайды. Өйткені, мысалы, күнделікті өмір сүріп жатырсыз, қазір ұйқыңызда не үшін тұру керектігін білмейсіз. Не үшін ақша табу керек, не үшін өмір сүріп жатырсыз, қайда бара жатырсыз, миыңызда нақты ақпарат жоқ. Мақсат жоқ. И көбісі қарызда жүрген адамдар мақсатымыз қарыз жабу деп ойлайды. Достар, бірақ қателесеміз. Өйткені қарыз жабу деген нәрсені мақсатқа қоятын болсаңыздар, ол қарыз жабылмайды. Келесі мақсаттар бізде орын алмайды. Неге? Өйткені ол қарыз жабу деген нәрсені сіз мақсатқа қойыңыз, қоймаңыз, оны бәрібір төлейсіз. Анализ жасап көріңіз осы менің сөзіме. Таңнан кешке мысалы сіз еңбектеніп жатырсыз, ақша тауып жатырсыз да, тапқан табысыңыздың бәрін банкке қарызға алып бара беру неге сізді көп жағдайда жандырмайды. Өйткені сіз еңбектеніп, энергия кетіріп, уақыт кетіріп жатырсыз да, и тапқан табысыңыздың барлығын банкке алып барып берген кезде сіз көп жағдайда уже шаршап кетесіз, выгорать етіп кетесіз, өміріңіздің жалпы берекесі, мәнісі болмай қалады. Окей, ол ақшалар кезінде қолдандық, бірақ қолданған күннің өзінде берекесі жоқ қой. Ол ақшалардың біз дәмін татқан күннің өзінде татқаны бар, татпағаны бар, біреулер алданып қалғандар бар деген секілді ғой. Біреулерге алып берген, енді өзі төлеп жүргендер бар. Немесе кезінде ол ақшаны қолдансаңыз да, қазір не үшін оны төлеп жатырғаныңызды түсінбейсіз, ол нәрсе сізді жандырмайды. Қайттан сол кеткен энергияңызды толықтыратын ештеңе алып тұрған жоқсыз. Өйткені бүкіл энергиямен, уақытыңызбен, еңбекпен тапқан ақшаңыздың көп бөлігін қарызға төлеп жатырсыз да. Сондықтан ол сізді жандырмайды. Сондықтан оны мақсат етіп қойып керек емес. И біздің миымызды қарыз жабу деген нәрсеге дағдыландырмау керек. Өйткені миыңыздағы фокус, бүкіл уақытыңыз, энергияңыз, сіздің фокусыңызда миыңыздың стрелкасын жатсаңыз да тұрсаңыз да қарызды қалай жабам дегенмен арпалысып жататын болсаңыз, ай сайын тек қарызды төлейтін ғана ақшалар келеді. Даже кейде келмей қалады. И сол кезде міне ақшаны таппай қаламыз. Ал негізде мидың стрелкасын мақсатқа бұру керек. Ми сенетін мақсаттарға бұру керек. Үй, машина дегенге негізі ми сенбейді көп адамның. Неге? Өйткені мысалы ойлаңыз, ай сайын сіз үй алуға 1 миллион теңгені просто жинаңызшы, кәдімгі өмір сүріп жатырсыз. И то әлі 1 миллион теңге таппайтын кісілер көп негізінде қарапайым халықтың арасында. Енді қараңыздар, біз 1 миллион теңгені ай сайын бөлектеп жинадың делікші, күнделікті өмір сүрудегі шығындарыңнан бөлек. Енді 1 миллионды сен 12 ай бойы жинайтын болсаң, 12 миллион. 12 миллионға өзің қалаған үйді ала аласың ба? 12 ай бойы 1 миллионды тұрақты жинауға сенің қазір шыдамың, сабырың жете ма? Дайынсың ба? И қазір сен 100 мың теңгені басқара алып жатырсың ба? 1 миллион теңгені қалай басқарасың? Өйткені ол 1 миллион жиналатын ақша. Міне достар, біз дайын емеспіз. Негізі көп мойындау керек. Ақшаға байланысты біздің біліміміз жоқ. Үлкен ақшаға біз дайын емеспіз. Тілеп жатырған дұғамызға да біз сәйкес өмір сүрмейміз көп жағдайда. Қазір ол жайлы айтамын. Енді екінші проблема бұл жерде ақша керек кезде қарыз алып қоя береміз. Мақсат жоқ, достар. Өйткені мақсаты жоқ адам күнделікті не үшін ақша тауып, қайда бара жатқанын білмейді. Ол адамда артық ақша жоқ, артық ақша таппайды деген секілді ғой. Қалтасында артық ақша жоқ. Енді ақша керек болған кезде ғана қимылдағаннан кейін енді тауып үлгермейді, 2-3 күн жетпейді, қарыз алып қоя береді. Түсіндіре алдым ғой. Ал енді кім миы сенетін мақсаттарды қойып, мен өзім 1 жылда 6 елге шығуыма көмектескен, 4-8 миллиондаған қарыздарымнан құтылуыма, 1000-нан астам клиенттеріме көмектескен бір мощный мақсат қою техникасы бар. Қазір видеоның соңында айтамын. Үшінші, ақша керек кезде не үшін қарыз алып қоя береміз? Үшінші себебі, достар, бұл ақша табу деген бізде мышление қалыптаспаған. Өйткені
Бізде уже ақша керек кезде қарыз ала бергенге үйреніп қалғанбыз. Қазіргі таңда оны алу оңай. Банкке кіресің, микроқаржы ұйымына кіресің, 5-ақ минутта түріңді көрсетіп, номерлеріңді тіркеп, бере ма, бермей ма деп айналаңда адамдардан сұрағанға, ақшасы бар адамдар болатын болса, сұрағанға үйреніп қалғансың. Енді саған ақша керек болып жатыр. Біз не істейміз? Ана уайымнан, стресстан, қазіргі тревогадан тезірек айырылғымыз келеді де, қарыз алып жауып тастауды шешеміз көп жағдайда. Ал бірақ дәл сол ситуацияда ақша табу дегенді де вариантты қарастыруға болады. Маған ең көмектескен себептің бірі осы. Яғни маған қазір өмірімде ақша қажет болатын болса, қарыз алу деген вариантты мен миымнан өшіріп тастадым. Өйткені менде дұға бар. Аллахым, мен қарызсыз өмір сүргім келеді деген дұға бар. Егер тоже қарызсыз өмір сүргім келеді деген сіздің шынымен ниетіңіз, қалауыңыз бар болатын болса, сол дұғаңызға сай әрекет жасау керексіз. Өйткені сіздің сол ниетіңіз, сол дұғаңыз әрекетпен бекітіледі. Енді міне, маған ақша керек болып жатыр. Соңғы ситуацияда осыдан алдын мен видеода блогта айттым. Яғни мен үстіме жала жабылды. Жаңағыдай полициядан арыз түсті да, бүкіл шоттарым арестке түсті да, депозиттерім, продажа ашқан уақытта бүкіл шоттарым тырс блогқа арестқа түсіп қалды, полиция тарапынан жала жабылды. И мен шетелдемін. Маған ақша керек. Вилла төлеуім керек. Мысалы, үлкен крупный суммалар керек. Әшейін жүріп тұрма, таксиме ақша таппай тұрмын. Аллахым, сен маған жеткіліксің. Мен бұл ситуацияда қандай сабақ алуым керек? И тәубе еткен кезде мен шоттарым шешілген жайлы алдыңғы видеода айтқанмын, көрсеңіздер болады. Жалпы сынақтардан қалай шығу керектігі туралы. Енді бұл жерде айтқым келгені, достар, қарызсыз өмір сүрем дедіңіз ба? Міне Аллах, мен қарызсыз өмір сүргім келеді деген соң, қандай ситуация болса да, маған қаншалықты ақша керек болса да, мен қарыз алмаймын. Өйткені мен қазір қарыз алмасам өлем ба? Мен қазір қарыздарым, счеттарым төленбесе, просрочкаға кіріп кетсем, мені біреу өлтіріп кете ма? Жоқ, өлтіріп кетпейді. Болды, өлмесем болды ғой, значит, өмір сүріп жатырмын, ары қарай ақша тауып жабам. Просрочка болса бола берсін. Жалпы менің ана статусыма сәйкес көп жағдай красавчик болып қарызға кіріп кетеді ғой. Сәл қазір просрочка болып кетіп, айналасындағы таныстарына звондап қалатын болса, ой, бұл қарызым бар екен, білініп қалады деген красавчик болғаннан кейін адамдар не істейді? Қарызбен жаба салады. Өйткені қарызының бар екенін білдірткің келмей тұр да. Мойында сенде әлі қажетті ақша жоқ. Красавчик болмай-ақ қой. Қазір лох бола сал. Өйткені сен қазір проблемаңды ғана үлкейтіп жатырсың. Түсіндіре алдым ғой. Сол үшін бұл жерде осы мышленияны қалыптастыру. Ақша керек па? Қарыз алу деген вариантты өшіріңіз. Займ, микрокредит, рассрочка, обналичка, тағы басқа, оның бәр этаптардан мен өтіп көрген адаммын. Бірақ бәрін тоқтаттым да. Мен қазір миымда қанша ақша қажет болса да, тек табу деген ғана вариант бар. Ақша керек кезде қарыз алып қоя береміз. Төртінші себебі бұл, достар, көбісі проблемасына жауапкершілік алмаған. Өзінің қарыздарына, проблемаларына әлі жауапкершілік алмаған. Өйткені, міне сол уақытта сен квартира төлейтін уақытың бар екенін білесің, сол уақытта қарызыңды төлеу керектігін білесің, бірақ ол уақытқа дейін біз не істейміз? Сол проблемамызға ақша табудың орнына, сол проблемамызға шешудің орнына жауапкершілік алмағаннан кейін, жауапкершілік алмаған адамның өмірдің көрінісі қалай көрініс табады? TikTok көріп отыра береді. Ұйықтай береді, әрекет жасамайды. Күнделікті ақша табатын әрекеттер жасап жатырсыз ба қазір проблеманы шешуге? Жоқ, білім алып жатырсыз ба? Жоқ, ізденіп жатырсыз ба? Білім иелерінен сұранып жатырсыз ба? Ақша табу үшін күнделікті қандай әрекеттер жасап жатыр? Ұйықтап жүре береміз. Тек артымыздан тірелген кезде ғана қимылдаймыз. Бұл ненің көрінісі? Проблемамызға жауапкершілік алмағанның көрінісі. Әлі ересек позицияға өтпегенбіз. Ал ересек позицияға өтіп проблемасына әлі жауапкершілік алмаған адамға үлкен ақша келе ма? Кішкентай балаға үлкен ақша келе ма? Кішкентай балаға үлкен ақша бересіз ба, мысалы? Бермейміз. Өйткені орын бұл басқара алмайды. Дәл сол сияқты әлі сіз жауапкершілік алып, ересек позицияға өсіп, әлі кішкентай ақшаны, кішкентай проблемаларыңызды басқара алмай тұрғанда, Аллах сізге сұрап жатырған өміріңізде, сұрап жатырған табыстарыңызды бере ма? Оған сіз дайын болу керексіз ғой тоже. Көбісіміз дұға етеміз, ниет етеміз, осындай сабақтарды қараймыз да, бірақ әрекет етпейміз, өмірімізге енгізбейміз, мойындау керек. Егер бұл себептер сіздерде бар болатын болса, тек ішіңізден мойындаймын, мына себеп менде бар, мойындаймын деп отыру ғана жеткілікті. Сол кезде миыңызда трансформация болады. Достар, проблема тірелген кезде ғана қимылдау осы уақытқа неше рет болды? Неге әлі сабақ алмаймыз? Неге ертерек қимылдамаймыз? Неге ертерек жұмыс жасамаймыз? Неге әлі проблемамызға жауапкершілік алмадық? Сіз үшін біреу төлеп бере ма? Аспаннан ақша жауа ма? Жоқ, әрекет жасау керек қой. Тек жаңағыдай белгілі бір сүрелерді, дұғаларды оқып Құдай береді, шүкір, күшті, чудо. Бірақ әрекет те керек қой олардан бөлек. Аспаннан жаумайды ғой ақша, достар, Сондықтан да қанша техникалар, ақша керек кезде мынандай амалдарды қолдандым деген күннің өзінде жеткілікті деңгейде тәуекел ету керекпіз. Тәуекел ету дегеніміз не? Аллахқа тәуекел ету дегеніміз сол қазір табылатын ақшаны уайымдамай, бүкіл ісіміздің, қарызымыздың ақшаны табылмайтын нәтижесін Аллахқа тапсырып, әрекеттің жолында болу. Міне, Аллах айтады, мына құлым маған бүкіл істің нәтижесін тапсырды да,
маған тәуекел ет, әрекеттің жолына шығып кетті дейді. Әрекеттің жолына түскен кезде уайымдамау керексіз. Бола ма, болмай ма? Просто сұрайсыз, Аллахым саған тапсырамын бәрін, нәтижесін. Мен тәуекел еттім дейсіз де, әрекеттің жолында жүресіз, уайымдамай. Міне сол әрекеттің жолында Құдай көреді де, жолдарды ашып мүмкіндіктер беріп бастайтын еді. Сондықтан да ақша керек кезде Аллахқа бара беру керек біз қайта-қайта. Қандай сабақ алу керекпін, бұл жерде нені түсінбей тұрмын деп дұға тілеңіздер, жауаптар келеді. Міне осы видеоның өзі негізі сіздерге жауап көріп отырсаңыздар, осы уақытқа дейін тілеген дұғаларыңызға, ниеттеріңізге мощный жауап. Енді бесінші, достар, ақша керек кезде неге қарыз алып қоя береміз? Бесінші себебі бұл ақшаны дұрыс басқармағаннан. Өйткені көп жағдайда қарызда жүрген адамдар болатын болса, қазіргі таңда көп жағдайда адамдардың қарыз бар. Біз не істейміз? 100% бізге ақша келеді. 100% келген ақшамыздың көп жағдайда 50%-тен көбі қарыз төлеуге кетеді. Менің анализім бойынша орташа есептермен 80% деп алайық. Өйткені 90-100% тапқанның бәрін қарызға төлейтін де адамдар бар. Енді орташа есеппен сізге 100% ай сайын айлық болсын, табыс болсын, ақша табасыз, 80% қарыз төлеуге жібересіз, 20% сіздің өмір сүруіңізге негізі жетпей қалады. И тағы да шығындар туындаған кезде біз не істейміз? Амал жоқ, енді ақшаңыз жоқ қой, айлық түспей тұр, немесе тауып үлгермей жатырсыз, амал жоқ, қарыз алуға тура келеді. Неге? Өйткені тапқан табысымыздың көп бөлігін қарызға жіберді. Негізі табатын табысымыздың 50%-тен көп бөлігі қарыз төлеуге жібермеу керекпіз. Өйткені міне сіз 70%, 80-90% қарыз төлеуге жібердіңіз ба, ойлаңыз, сізге 100% энергия келді, 80% энергияңызды минусқа жіберіп жатырсыз. Қарыз төлеу ол минус энергияға жіберіп жатырсыз, и өміріңізде қарыз қайталана береді. Үнемі осындай ақша таппай қала беретін ситуациялар қайталана береді. Өйткені сізге келген 100% плюс энергияны, плюс ақшаның 80-90%-ін минусқа жіберіп тұрсыз. 50%-тен көп минусқа жіберіп тұрсыз ба, минус қайталана береді. Ақша таппай қала беретін осындай ситуациялар қайталанады да, амал жоқ, қарыз алып қоя бересіз. Енді не істейміз, достар? Бір ғана шешім, ол көп табу керек. И тауып жатырған табысыңыздың 50%-тен көбі қарыз төлеуге кетпеу керек. 50%-не қарыз төлейтін болсаңыз, 50% жеңіл, оңай өмір сүруіңізге кетеді. И ақшаны дұрыс басқару керек. Сол үшін ай сайын сіздің еркін өмір сүруіңізге, квартираңызға, шығындарға қанша кетеді? Қарыз төлеуге қанша кетеді? Қарыз төлеуге кететін сумма 50%-тен аспау үшін қанша табу керексіз? Енді ол ақшаны қалай табамын деп ойланатын болсаңыз, негізінде міне табысыңыз өсетін еді. Ал біз не істейміз? Қарызда жүрген адамдар, немесе осындай ақша керек кезде қарыз алып қоя беретін адамдар, қалай қарызды жабамын, не істесем болады? Тек сол қарызды жабумен ғана арпалысып жатырмыз да. Просто миыңыздағы стрелканы, бүкіл уақытыңызды, энергияңызды қалай табысымды өсіремін десеңіз, соған ұмтылатын болсаңыз, сол ақшаларды табуға болады. Ал енді сіздерге осы жерде шешім ұсынғым келеді, достар. Мысалы, мына жерде мен қазір бір отзыв оқиын, Жансая ханымның отзывын. Қазір сіздің сабағыңыз алғаннан кейін Каспиімнен ақша үзілмейді ғой, ай сайын өте көп кредит төлеймін да дейді. 500 мың, 800 мыңның аралығында дейді. Сол ақша любой жақтан адал жолмен түседі ғой, мен күтпеген жерденше дейді. Ал бұрын кредитті кредитпен жабатынмын дейді. Қазір чисто табыспен тауып жүрмін дейді. Кім жаңағыдай осы кредитпен жаппай қарыз кезде, ақша керек болған кезде қарыз алып қоймау үшін қолданатын техникаларды алғысы келеді? Сіздерге қазір мен мықты мүмкіндік берем осы видеоны қарап отырған адамдарға. И бұл Жансая ханым айтады, жүрген жерімде сізді айтып жүретін болдым дейді. Таныстарыма осы сіздің сабағыңызды алсыншы деп айтып жатырмын деп. Мысалы, ақша керек кезде ең хит техникалардың бірі бұл 100 мың теңге техникасы. Мысалы айтады, скрин жіберген, мына жерде Салтанат есімді ханым 100 мың теңге түскен туралы. Бұлай түсіріп алуға мүмкіндік болмады, яғни бізде банкте скрин жасалынбайды ғой. Каспиға кіріп көрдім дейді, кеше ғана 100 мың теңге техникасын жасадым. Мә, шоке болып тұрмын, рахмет сізге. Қуанғаннан отзыв жазып жатырмын дейді. 100 мың теңге түскен, счетында 24 мың теңге болған, үстіне 100 мың қосылған. Одан кейін эксперттер болатын болса, мысалы бұл техникалар мен амалдарды қолданатын болсаңыздар, мына Әйгерім ханым эксперт, Ерлан мырза, қалыңыз қалай, сіздің сабақтарды қарап жүрмін, қайта-қайта тыңдай бергім келеді дейді. Ал бүгін ақша түсті, жеңілінен дейді. Аллам хайырлы етіп, наставничествома 40%-ық апат алып дейді. 380 мың теңге түскендігі туралы. Тағы бір кісі айтады, мысалы ақша керек болған жағдайда 100 мың теңге техникасын қолданған. 100 мың теңге техникасын қолданып көрген ғой, сабақты алған күні сенбей жасағам, сосын ой өтірік екен ғой деп жүрдім. Бүгін счетыма 160 мың теңге түсіп тұр ғой, шокпын. 2 ай бойы клиентімнің счетынан шеше алмай жүрген ақшамыз шешілді бүгін. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Осы білімді алғаныма өкінбеймін. Соңғы ақшамы алған едім. Енді сабақтарды көріп бастадым, бұйырса тағы нәтижелермен бөлісемін. Өзім сенбей шок болып жүрмін, әлі де жұмысыңыз алға баса берсін, жемісін көріңіз дейді. Осындай результаттар өте көп. Мысалы жаңағыдай, бұл сабақты алуға ақшам жоқ дейтін болатын болсаңыздар,
ең үлкен кейстарымның бірі Мейрамбек бар да. Мейрамбек до табысы тоқтаған, 10 займға қарызға кірген, рассрочкалар төленбей, счеттары тоже арестке түсіп, просрочка күнде звондап тревога, қақтан қалай ақша табатыны уже еш жер берілмейді. Қарызды қарызбен жауып шаршаған, адамдарға да, банкке де, займдарға да қарыз. Мейрамбек после бір айда ғана бүкіл қарызын жауып, ай сайын табысы 3 миллионнан асып, 6 айда 6 ел көріп, қазір шетелде өмір сүріп жүрген, отбасына көмектесіп, капитал жинап жүрген жап-жас жігіттің бірі. Достар, это возможно. Өйткені қарыздан шыққан адам ретінде, осындай 1000-нан астам адамға көмектескен тәжірибелі маман ретінде менде білімдер бар, авторлық методикалар бар. Не үшін қарызда жүрсіз? Не үшін табысыңыз өспей жатыр? Неге үнемі осындай ақша керек болып қала беретін ситуация сіздің өміріңізде қайталана береді? Мен сізге 25 сұрақ қоя аламын. Яғни сіздің қарызға кіруіңіздің, табысыңыздың өспеуін мен тәжірибемде 25 себебін зерттеп шыққам. Осы 25 сұрақ қоям, сіз я, жоқ деп қана жауап бересіз. И сізде не үшін қарызда жүрсіз, не үшін қарыз қайталана береді, ақша керек кезде не үшін ақша таппай қала бересіз, не үшін табысыңыз өспей жатыр, бүкіл себептерді анықтап береді. Менде авторлық методика бар, тест бар, бұл еш жерде жоқ. Кім осы тесттан өткісі келеді, кім 100 000 теңге техникасын алғысы келеді, кім Мейрамбек сияқты осындай результаттарды алып, қарыздарынан құтылып, счеттары тап-таза болып, ел, жер көріп, срочно ақша керек болған кезде әрекет жасап, табыс табатын амалдар мен техникаларды алып, ақша табатын әрекеттің жолында болғысы келетіндерге менде мықты мүмкіндік, ұсыныс бар. Бұндай нәтижелерді беретін мен сабақты сатсам болады, достар. Жаңағыдай ұялмай 200 000-ға да сатсам да стоит. Өйткені адамдар миллиондап табыс тауып, миллиондаған қарыздардан құтылып, қарызда жүрген адамдарда ондай ақша жоқ. 200 000-ды, миллионды саған төлегенше қарыз жаппайын ба деп ойлайды, ол логично. Ал мен не істеймін? Менде ниет пайда болды. Осы білімдерімді жинақтап, дайын сабақ түсіріп қойдым Телеграмда. Дайын видео сабақтар. Төлем жасасаңыз, сізге мен бірден доступ берем. Бірақ сабақтың бағасы 200 000 емес, 100 000 емес, 80 000 емес, 70 000 емес, 50 000 емес, 40 000 емес. Құдай ақысын берсін, 30 000 емес, жеңілдікпен 200 000 теңгелік сабақты 90% жеңілдікпен 20 000 теңгеге берем. Егер дәл осы видеоны көріп отырып 20 000 теңге оплата жасайтын болсаңыз, мен сіз үшін 200 000 теңге тұратын сабақтарды тегін берем. Яғни ақша жоқ кезде көңіл күйіңіз неге жоқ? Дәл қазір қиналып тұрған ситуацияңызда қарыз кездегі халіңізді жеңілдететін, ақшаның рөлін өзіне қоятын, Құдайдың рөлін өзіне қоятын, өзіңіздің рөліңізді өзіңізге қоян, миыңызды оятатын, халіңізді, состояниеңізді жеңілдететін, Аллахты танитын, Аллахқа тапсырғаннан кейін кімнен сұрап жатқаныңызды, кімге тапсырып жатырғаныңызды білетіндей мықты практикаларды 200 000 теңгелік тұратын сабағымды бонусқа беремін. Сондықтан да дәл осы сабақты алу үшін осы YouTube-тың описаниясында мен сайт қалдырғанмын. Сол сайт арқылы оплата жасап чек жіберетін болсаңыздар, сабаққа бірден доступ боласыздар. Сабаққа доступ мәңгілік, достар. Бұл проблемада жүре берсеңіз, қарызда жүре берсеңіз не болады? Наконец-то осы жыл қарыздан шыққым келеді, табыспен өмір сүргім келеді, табысымды өсіргім келеді деген адамдарға мықты мүмкіндік. И мен өте уверенмін, бұл техникаларын сіздерге де осы видеоны көріп отырған адамдарға жұмыс жасайтын. Сіз студент болыңыз, айлыққа жұмыс жасаңыз, жұмыс жасаңыз, жасамаңыз, кәсіпкер болыңыз, саудаңызды өсіргіңіз келетін болса, тапқан 5-10 000 теңгеңіздің берекесін сезініп, көбейтіп қалтаңызда артық ақша болғанын қалайтын болсаңыз, сіздерге нақты стратегиялар мен жолдарды, нақты техникалар мен жоспарды, қаржылық сауаттылықты үйрететін сабақ. Бұл сабақтан кейін шаршау, выгорание, энергиям жоқ, ақшам болмай тұр деген проблема болмайды. Ақша керек па? Ақшамен қиналып жатсыз ба? Қарызда жүрсіз ба? Состояниемен проблема болып жатыр ба? Менің сабағымды ашып қарай бересіз. Осы уақытқа дейін көп курс алдым, результат алмадым дейтін болсаңыз, не үшін екенін барлығын түсіндіріп беремін. Сабақтан 100% нәтиже алудың методикасын беремін. Өйткені мен бұл салада жүргеніме 5 жыл болды. 5 жылда білім беру саласында қанша адаммен жұмыс жасағаннан кейін, қай кезде адамдар сабақта қолданады, қолданбайды, бүкіл анализдерді жасап, мықты техникаларды сабаққа салған. Просто дәл қазір бір ғана шешім сіздің өміріңізді өзгертуі мүмкін. Егер сіз бұл сабақты қазір YouTube-тан көріп отырсаңыз, описанияны қарап көріңіз. Егер описанияда сабаққа тіркелетін сілтеме тұратын болса, сіз 90% жеңілдікпен сабаққа тіркеліп, 200 000 теңгелік бонус сабақтарды алып үлгересіз. Сондықтан да баға көтерілмей тұрғанда, сайтқа сілтеме алынбай тұрған кезде сабаққа тіркеліп үлгер. Жалпы қорытындылай келе, достар, ақша керек кезде неге қарыз алып қоя береміз? Бірінші, бұл Алланың беретініне сенбеу, ақшаға тәуелділік. Екінші, мақсат жоқтық. Үшінші, ақша табу деген мышление қалыптаспаған, жеңіл шеше салғымыз келеді. Төртінші, проблемаға жауапкершілік алып ересек позициясына әлі өтпедік. Бесінші, ақшаны әлі дұрыс басқара алмай жатырмыз. Енді қалай Алланың беретініне сенеміз, сенімімізді күшейтеміз, ақшаға тәуелділіктен қалай арыламыз? Қалай мен жалпы мақсат қою техникасымен бүкіл қарыздарымнан құтылып, бір жылда 6 ел көріп табысым өсті. Ақша табу деген әрекеттің жолына қалай түсеміз? Проблемамызға жауапкершілік алып, үлкен ақшаға қалай дайын боламыз? Ақшаны қалай дұрыс басқарамыз? Табысымызды 3 есе өсіріп,
и табысымызды көбейтетін, қалтамызда артық ақша болатын, қарыздар шетінен жабылатын, и ақша керек кезде үнемі қалтамызда ақша болу үшін ақшаны дұрыс басқарудың прям менің менторым 107 миллион минустан шыққан осындай структурасының барлығын мен прорыв деньги курсында айтқанмын. Осы курсты алатын болсаңыздар, сіздерге 100% көмектеседі осы себептермен жұмыс жасауға.